12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Қайырлы таң, құрметті көрермен, таң жарық болсын, күндеріңіз оңынан, ырыс несібелеріңіз молынан болсын дейміз. Шаршамаңыздар, талмаңыздар, әрбір арайлап атқан таңда несібе бар дейді дана халқымыз, несібелеріңіз молаяу берсін дегіміз келеді. Эфирде Рауан бағдарламасы, бүгін сіздермен мен, ерке қыздарыңыз Назерке. Рауан бағдарламасы 1,5 сағаттық тікелей эфирде өздеріңізге қызықты ақпарат, әсем ән, керек дерек ұсынатын болады. 1,5 сағат бойы Рауан бағдарламасымен бірге болыңыздар дегіміз келеді, ал біз кезекті әсем әнге береміз. Құрметті көрермен, керемет әсем әннен кейін біз эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Жалпы бүгінгі біздің алып отырған тақырыбымыз сіз кітап оқисыз ба? Бұл көпшілік ортада жиі қойылатын сұрақтардың бірі. Қазіргі кез келген адамнан сіз кітап оқисыз ба деп сұрасаңыз, көп жағдайда қолым тимейді немесе маған ұнайтын кітаптар жоқ деп жауап беріп жатады. Шындығында солай ма? Қазір кімдер оқиды? Көп көңілдегі сауалға бүгінгі шығарылымда жауап беретін боламыз. Сондай-ақ құрметті көрермен, бүгінгі тақырыпқа байланысты айтар сауалыңыз болса, тікелей эфирдегі номеріміз 4538-0, сонымен қатар бізде WhatsApp желісі де қосылған. Хабарласыңыз, белсенді болыңыз, сіздің ойыңыз біз үшін әрқашанда маңызды. Айта кетейік, үздік пікір айтып, сауал жолдаған көрерменімізге біздің арнамыздың атынан кереметтей сыйлығымыз бар. Сондықтан міндетті түрде бізбен байланыста болыңыздар. Жалпы қазіргі қоғамдағы адамдардың көзқарастары бұл тақырыпқа байланысты екі түрге бөлінеді. Біріншілері кітап оқуды ескірген және керек емес деп санаса, яғни ақпаратты интернет желісі арқылы алуға болады деп санайтын жандар, ал екінші түрге жататын адамдар мүлдем қарама-қарсы пікірге. Яғни олардың пікірінше кітап бұл үлкен білімге қол жеткізуге мүмкіндік беретін ақпарат жолы және оны ешбір виртуалды әлем алмастыра алмайды. Кітаптарды оқудың шынында да көп деген себептері бар. Негізінен бұл алуан түрлі ақпараттар алу, демалу және ой өрісті кеңейтуші. Қазіргі таңда кітап оқудың сонымен қатар бір пайдасы ол өмірде көп кездесетін стресстік жағдайлармен күресуге көмектеседі. Ұлы жазушы Уильям Стайрон айтқандай, кітап оқи отырып, сен бірнеше өмір сүресің дейді. Және оқу барысында бізді басқа әлемдерге, дәуірлерге алып кетіп, проблемалар мен уайымдарды алшақтатады. Менің ойымша, кітап бұл өмір бұлағы деп сенімді түрде айтуға болады. Себебі дәл кітаптың біз өзіміздің жанымыздағыдай түсіне алады. Сондай-ақ, құрметті көрермен, осы кітап десе менің ойыма алғашқы қазақ әліпбиін қалыптастырған Ахмет Байтұрсынұлы есіме түсіп кетеді. Бұл Ахмет Байтұрсынұлын білмейтін қазақ жоқ шығар. Ұлт ұстазының есімін естігенде бәріміз елжіреп кетеміз. Сөзсіз Ахмет Байтұрсынұлы орасан зор кемел тұлға, алаш орда және қоғам қайраткері, ағартушы, зиялы, алғашқы журналист, педагог, идеолог, ғалым деп ұлы тұлғаны қыр-сырын сипаттауға болады. Бірақ бұлардың арасында бәрінен де биік тұратын ол Ахмет Байтұрсынұлының ғалымдығы. Ендеше құрметті көрермен, әріптестеріміз дайындаған Ахмет Байтұрсынұлына байланысты сюжет бар екен. Назарларыңыз сюжетте болсын, эфирден алыстамаңыздар. Ерекше жобаны жасау идеясын мұғалімдер ұсынған. Ақылдаса келе, олар жұмысты оқушылармен бірлесе жүзеге асыруға бекініпті. Ахмет Байтұрсынұлы өмірінің әр кезеңіндегі басты оқиғаларды ашып көрсету үшін күнтізбеге сурет салынып, әр айға тақырып берілген. Мысалы, Ахмет оқушы, Ахмет шәкірт, Ахмет молланың алдында, Ахмет жастармен, Ахмет идея таратушы деген әртүрлі тақырыптарды ойладық та, соған сәйкес мен оқушымды қатыстырдым. Енді былай қарағанда ғаламтор бетінде түрлі ақпараттар жеткілікті, бірақ оқушы өз бетінше іздене отырып, Ахмет Байтұрсынұлының өміріндегі басты оқиғалар, бұл ұлт үшін қандай еңбек сіңірді, біз неліктен оны реформатор деп атаймыз, осының барлығын білу үшін ол өзі еңбектенді. Өзі еңбектене отырып, қанатты сөздерін іріктеді және көркемнің
бір ерекшелігі, оның жазуы өте әдемі, тасқа басқандай. Сол тасқа басқандай әдемі жазуымен өзі ізденіп жинақтаған қанатты сөздерін Күнтізбенің әрбір айының бетіне теріп жазып шықты. Осы мақсатта 3 ұстаз бен 4 оқушы 1 жыл бойы еңбектенген. Бірі шикізат дайындаса, өзгелері жобаның мазмұнын түзіп шықты. Күнтізбе парақтарына 5 келі қағаз қайта өңдеп шығарылыпты. Бұл тәсіл арқылы ұстаздар оқушыларын ағаштарға ерекше мән беріп, қалдықтарды азайтуға үйретуді көздейді. Біріншіден біз пайдаланған макулатураны кестік, кішкентай біліктерге, содан кейін оған суды қойдық. Одан кейін оны екі күнге қалдырдық. Ол жібіткен соң оны араластырдық. Блендерді алып, оны араластырдық. Содан кейін бізде қоспа шықты. Оны енді біз сеткаға құйдық және оны 1 күнге қалдырдық. Содан кейін ол құрғақтан кейін бізге жаңа бумага шықты. Бумага ретінде пайдалануға болады, сурет салуға немесе жазуға да. Енді мұғалімдер мен шәкірттерінің ортақ жобасы Алматыдағы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы музейге табысталмақ. Қазір тараптар арасында келісім жасалып жатыр. Жақын күндері күнтізбе музей қорына жіберіледі. Құрметті көрермен, олай болса біз эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Біздің қонақ жай телестудиямызға алғашқы қонағымызда келіп қалған екен. Жамбыл облыстық Шоқан Уәлиханов атындағы Әмбебап ғылыми кітапханасының директоры Эльмира Елеусізқызы. Қош келдіңіз, Эльмира ханым. Жалпы енді бүгінгі біздің алып отырған тақырыбымыз сіз кітап оқисыз ба? Енді бұл тақырыптан сіз еш қиналмайсыз деген ойдамын. Әрине. Олай болса, сауалымды бастап, сұхбатты бастасақ, иә? Енді алғашқы сауалым, кітапханада оқырманды шақыру мақсатында енді қазіргі таңда кітапханаларыңызда қандай да бір жобалар, іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр ма? Енді жалпы Шоқан Уәлиханов атындағы облыстық Әмбебап ғылыми кітапханасы көптеген жобалармен жұмыс жасап жатыр. Айтып кететін болсақ, ел болып оқимыз жобасы, бір өңір бір кітап жобасы, және де жазушымен бір күн жобасы, және де мынау айтысты насихаттау мақсатында айтыс өнері бүгін кеше ертең деген тақырыпта көптеген жобалар ұйымдастырылып жатыр. Бұл жобалар арқылы біз өзіміздің жергілікті ақын жазушылардың шығармаларын жан-жақты насихаттап, кітапханаға оқырмандарды тартып жатырмыз. Өте тамаша. Енді айна кітапханаға қазіргі таңда қанша оқырман келеді? Жалпы енді біздің Шоқан Уәлиханов атындағы облыстық Әмбебап ғылыми кітапхана жылына 24 мың оқырманға қызмет көрсетеді. Оның ішіндегі 24 мыңның 70% бізде жастар. Өте тамаша. Енді бүгінде балалардың көбі кітап оқымайды. Енді бұл шындық ащы болса да, алайда олардың кітап оқу үшін ата-анадан әрекет жасау керек деп ойламайсыз ба? Оған тек қана мұғалім емес, мектептегі, сонымен қатар ата-ана да өз септігін тигізу керек деп ойламайсыз ба? Әрине, баланың кітап оқуына, баланың санасын жетілдіріп, сөз байлығын, сөздік қорын жетілдіру мақсатында ата-ананың да бұнда балаға ықпал ету керек. Әрине, барлығымызда жас болдық, жас кезімізде, мысалы өзімді алатын болсам, кішкентайымнан кітапханаға бардым, және менің анам өзі ұстаз болғандықтан кітап оқуға баулыды. Әр кезде, мысалы әр жас ерекшелігіне қарай анамның ұсынған кітаптарын оқып отырмын. Сол себепті енді мен өзім кітапханашы болғандықтан кез келген ата-ана өзінің баласының жан-жақты дамуына, күйзеліске түспеуіне және шығармашылыққа баулу үшін кітап оқуға ықпал ету керек деп ойлаймын. Түсінікті. Енді қазіргі таңда бізде ауданда не облыс әкімінің мектепке келіп, оқушылармен бір кітап оқып, оны талқылап отырғанын көре бермейміз. Тіпті жоқ деп те айтсақ болады. Қазіргі таңда енді сізге мынандай қылып сұрақ қояйын. Сол әкім немесе аудан, облыс аралық әкімдердің оқушылармен кітап оқып отқанын көз алдыңызға елестетіңізші. Ол мүмкін бе жалпы? Мүмкін, әрине, неге өйтпеске. Барлығы енді, мысалы, қазіргі таңда әңгіме болып жатыр ғой, кітапханаға кімдер келеді, қазір кітапханада оқырман бар ма, оқымай ма деген, ол пікірге мен келісе алмаймын. Өйткені жоғарыда мен айтып өттім ғой, біздің қандай керемет жобаларымыз бар екен.
әрбір өткен іс-шараларымызды, мысалы сіздердің де телеарналарыңыз арқылы көрсетіп жатамыз ғой. Насихатталынып жатады, тек қана телеарнада мен сонымен қатар мынау бақ өкілдерімен де тығыз қарым-қатынас жасаймыз ғой. Сол бақ беттерінде де, мерзімді басылым беттер, газет журналдарының беттерінде де сол кітап оқуға шақыру туралы, біздің өткізіп жатқан әрбір іс-шарамыз туралы біздің кез келген, мысалы, тұрғындарымыз, қала халқы дейміз ғой, тек қана қала емес, сонымен қатар Жамбыл облысы өңіріндегі, жаңағы республика көлемінде де өткізіліп жатқан іс-шараға куә болып жатады. Енді қазіргі таңда мыңдаған кітап сөреліде шаң басып тұр. Құр тозып тұр ма, әлде кітап оқылып жатыр ма? Жалпы қазір халық кітап оқиды ма? Білесіздер ме, қазір енді барлығы айтып жатыр ғой, мынау гаджет дейміз, сотка дейміз, содан тек қана интернет арқылы оқиды дейді. Мысалы, бізде қасиетін жоймаған құнды кітаптарды цифрландыру деген жоба бар. Сол жобаның аясында қазіргі таңда бізде 9 мыңнан астам кітабымыз бар. Сол кітабымыздың 6,5 мыңдай көлемінің электронды нұсқасы жасалынды, және де жергілікті ақын жазушылармен келісім шартқа отырып, бүгінгі таңда 60-тан аса ақын жазушымен келісім шарт жасалынып, 152 кітабы цифрландырылып, біздің өзіміздің кітапханалық сайтқа енгізіліп жатыр. Бұл арқылы да, мысалы, біз жаңағы оқырмандарды кітап оқуға шақыра аламыз. Жаңағы электронды нұсқасы да жасалынып жатыр. Және де қазіргі таңда бізде Астана қаласындағы Қазақстан ұлттық электронды кітапханасы бар. Сол кітапханада да біздің 800-ден астам кітабымыздың электронды нұсқасы орналасып, оны мысалы кез келген жаңағы интернет арқылы оқитын, осы желілер арқылы, жаңағы смартфондар арқылы оқитын оқырмандарымызға жағдай жасалынған. Өте тамаша. Енді Эльмира ханым, қазіргі таңда өзіңіз айтып жатқандай, көп кітаптарымыз электронды түрде ауысып жатыр. Көп жастарымыз кітапханаға бармай-ақ сол электронды нұсқасын интернеттен алып жатырмыз. Енді алдағы 20 жыл демейін, 10 жылда кітаптың, жалпы кітапхананың болашағы қандай деп ойлайсыз? Енді қазір заман талабына сай біз жаңағы электронды нұсқасын жасаған күнде де бұнда бір айтып кететін жай бар, авторлық құқық деген бар. Біз кітаптың электронды нұсқасын тек қана 50-ші жылға дейінгі кітаптардың электронды нұсқасын жасай аламыз. Ал 50-ден былай қарай, егер автор рұқсат бермесе, біз ол кісілердің кітабын электрон жаңағы цифрландыру жұмыстарын жасай алмаймыз. Міне осындайлығы бар. Және де қанша дегенмен интернет желісінде мынау смартфон арқылы алып оқыған кітаптан көрі, мына кітапты қолға алып, парағын парақтап оқығанын бұл өте пайдалы. Бір жағынан енді қазіргі таңда электронды кітаптар оқығаннан көп адамдардың көздерінің кішкене ауыратындығы болып жатыр. Бір жағынан ойлаймын, бұл кітаптардың қазіргі таңда осылай жүйелі түрде алып оқығаннан адам денсаулығына ешқандай бір зияны жоқ деп ойлаймын. Зияны келмейді, расында да ғой. Бұны айтып отырмын ғой, әр парағын парақтап оқу арқылы адам өзінің сөздік қорын молайтады. Адамның о баста айтып өттім ғой, күйзелістен арылады. Және де шығармашылыққа өзін баулайды. Және де сонымен қатар өзінің өмірлік жолына да сабақ алады деп айтамын, кітап арқылы. Өте тамаша. Енді өзіңізбен бірге біршама кітаптарды алып келген екенсіз. Мен сізге тағы бір сауал қойғым келіп отыр. Соңғы рет оқыған кітабыңыз қандай болды? Соңғы, білесіз бе, менің соңғы оқыған кітабым, мен соңғы кезде Сәуле Досжанның кітаптарын жақсы, менің өзімнің жүрегіме жақын Сәуле Досжанның шығармаларын оқып жатырмын. Оқыдым десем де болады, үлкен үйдегі үрей әңгімесі, одан қала берсе Тағдыр мен Тауқымет, әр әңгімесі Сәуле Досжан апамыздың адамның мынау адам тағдыры, әйел тағдыры, адам тағдыры, адамның өмірдегі жүрген жолы, қиыншылықтары, қуаныштарын сол шығарма арқылы өзің сонымен бірге, мына жазушының жазған жазбасымен бірге жүріп өтесіз ғой сол жолы. Менің ең өзіме жақын, көңіліме қалай ой салатын, мені ары қарай жетелейтін осы Сәуле Досжан апамыздың шығармалары. Эльмира ханым, енді қазіргі таңда психологиялық кітаптар өте көбейіп кетті. Тіпті жастарымыз да психологиялық кітаптарға әуес болып кетті. Соларды көп оқиды. Оған не себеп деп ойлайсыз? Енді қазір мысалы психологиялық кітаптар деп жатамыз ғой, әрбір жас бір дүниеден мотивациялықсы келеді ғой. Сол арқылы психологиялық кітаптарды іздейді. Бізде мынау кітап қорын толықтырған кезде әр қашанда оқырманның талап тілегіне қараймыз, сұранысына қараймыз. Келетті, мысалы,
сіздерде мынандай психологиялық кітаптар бар ма? Егер біздің қорымызда жеткіліксіз болып жатқан жағдайда, біз сол оқырманның сұранысына байланысты кітап қорларын толықтырамыз. Сол себепті қазіргі таңдарда қалай десем болады, орыс тіліндегі психологиялық кітаптардың көбі қазақ тіліне аударылып жатыр. Оның барлығы біздің кітапхана қорымызда бар. Кез келген, мысалы, жастарымыз сол психологиялық кітаптарды оқып арқылы мотивация аламыз деп атады ғой қазіргі таңда. Осындай жағдайлар. Енді шетел жазушыларын оқитын жастарымыз көп. Енді қазақ жазушыларына деген көзқарасыңыз қандай қазіргі таңдағы? Қазіргі таңда мен айтып өтетін болсам, кеше ғана біздің кітапханаға мемлекеттік тапсырыстан өзіміздің жергілікті ақын Үміт Бейсенованың ешкімге айтпаған сырларым деген кітабы келіп түсті. Одан кейін тағы да бір мақтанарлық жағдайымыз, өзіміздің ақын жігітіміз Хамит Есаманның Фәни құбылыс кітаптары. Және де құрметті оқырмандар, 15 қазан күні сағат 11-де Хамит Есаманның Фәни құбылыс кітабының тұсаукесері өтеді. Келіңіздер, керемет поэзия кешінің қонағы болыңыздар деп шақырамыз. Және де міне айтып өтетін болсақ, Қаржаубай Сартқожаұлының Архон ескерткіштерінің толық атласы. Бұл да жаңадан келген біздің кітаптарымыз. Жаңа сіз айтып өттіңіз, шет тіліндегі қазіргі таңда, мысалы, қазақ тіліне аударылып жатыр деп өз сөзімді айтып өттім, Стивен Кингтің Жасыл Нил. Бұл қазақ тілінде аударылған? Қазақ тілінде, роман қазақ тілінде. Және де Джейн Остиннің Асқақтық пен адасу. Бұл да жаңағы орыс тілінен қазақ тіліне аударылған нұсқасы. Және де өзіміз Мұхаммед Хайдар Дулати туралы Мұхтар Қазыбектің Ғалам таныған ғұлама кітабы. Бізге жаңадан келіп түскен. Және де академик Ғарифолла есім туралы да оқырмандарымыздың назарына. Сонымен қатар міне жаңағы жоғарыда айтып өткен Сәуле Досжанның Тағдырлар тоғысында кітабы. Бұл бізге жақында келген мемлекеттік тапсырыс арқылы кітапхана қорына келіп түскен кітаптар. Келіңіздер, көріңіздер, оқыңыздар. Яғни кез келген көрермен, сіздерге айтарымыз, Шоқан Уәлиханов атындағы кітапханаға келсеңіздер, өздеріңіздің жан қалауларыңыздағы кез келген кітапты тауып ала аласыздар және оқи аласыздар. Мұнда көптеген мотивациялық кітаптар да бар. Сонымен қатар шет тілден қазақ тіліне аударылған жазушылардың да кітаптары жетерлік. Тіпті жаңадан келіп жатқан кітаптар да бар екен. Келіңіздер, оқырманы болыңыздар осы кітапхананың деген келеді. Енді Эльмира ханым, тағы да айтар сауалым, жалпы жаңа айтып жатқаныңыздай қазақ тіліне аударылып жатыр. Бірақ көп жастардың менің естуімше енді көп жастар қазақ тіліне дұрыс аударылмайды, түсініксіз деген кері қарап пікірлерде айтып жатады. Соған көзқарасыңыз қандай? Мысалы, қазіргі таңда енді мынау біз кітапхана болғаннан кейін кез келген кітаптарды сараптаймыз ғой. Жаңағы аудару тілін сараптаған кезде, соңғы кездегі маған мынау мазмұндама баспасының аударған кітаптар қатты ұнайды. Қасым баспасынан шығып жатқан кітаптар. Енді қазіргі таңда біз мынау Толстойдың, Булгаковтың, Гогольдің кітаптарының, классиктердің кітаптарының аудармаларына жаңағы мемлекеттік тапсырысқа беріп қойдық. Сол арқылы, Құда қаласа, біздің кітапхана қоры толығады. Әрине, кітап алған кезде ол кітаптың барлығы жоғары жақта сараптаудан өтіледі. Сараптаудан өткеннен кейін ғана кітап басылады. Сол себепті ол анау жақсы, ананың несі, мысалы, аудармасы, мына баспаның аудармасы жақсы дегенге мен келіспеймін. Оның барлығы кезекті тексерістен өтіп барып жарық көреді кітаптар. Өте тамаша. Эльмира ханым, енді бізге келіп осындай өздеріңіздің кітаптармен бөлісіп, кітапхананың қыр-сырларымен, жалпы алда қойған жоспарлармен бөліскеніңізге сізге көптен көп алғыс айтамыз. Біздің көрермендерімізге үлкен бір пайдасы тиді деген ойдамын. Енді өзіміздің көрерменге осы кітап оқуға байланысты айтар сауалыңыз болса, жолдасаңыз болады. Кітап бұл өткен ғасырдағы бабаларымыздың бүгінге қалдырған ең бір қасиетті, құнды дүниесі ғой. Сол себепті Шерхан Мұртаза атамыздың бір кем дүние деген шығармасында айтқан екен. Егер сенің жүрегің мұз болып қатып қалса, бір жақсы шығарма оқы. Егер ол шығарма сенің жүрегіңді еріте алмайтын болса, ол осал шығарма демекші. Кез келген оқырманды кітапханамызға келіңіздер, оқыңыздар. Және де жаңа кітаптармен келіп танысыңыздар. Әрқашанда біздің кітапханамыздың есігі ашық. Рахмет көптен көп. Олай болса, құрметті көрермен, тағы да ескерте кетейік, біздің бүгінгі алып отырған тақырыбымыз сіз кітап оқисыз ба? Яғни бүгінгі тақырыпқа байланысты айтар сауалыңыз,
пікірлеріңіз болса бізге жолдасаңыздар болады. Сонымен қатар біздің телеарнаның атынан сіздерге кереметтей сыйлығымыз бар, яғни ол ең үздік пікір сауал жолдаған көрермендерімізге арналады. Ал біз кезекті әсем әнге береміз. Эфирден алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, ой болса біз эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Арнамызға енді қосылып жатқан көрермендер болса, таң шуақты болсын деп айтқым келеді. Біздің студиямызға кезекті қонағымызда келіп қалған екен, өзі жас маман. Бір айдың ішінде 8 бірдей кітапты оқыған ұлы ұстаз, ұлағатты ұстаз дейінші, енді кешіріңіздер, ұлағатты ұстаз Азамат Талғатұлы. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Шақырғандарыңызға. Сізге де келгеніңізге көптен көп рахмет. Енді біз осы бір айдың ішінде 8 кітап оқыды дегенге таң қалып, сізді бүгінгі эфирге шақырып отырмыз. Енді біздің тақырыбымыз, өзіңіз біліп отырғандай, сіз кітап оқисыз ба деп аталады. Олай болса, сұхбатымызды бастасақ, алғашқы сауалымды қоя кетсем, жалпы кітапты тез оқып кетуге әуес болудың жолы қандай? Өзіңіз осы кітап оқуды қалай бастадыңыз? Кітап оқу деген сөз тіркесін, қарапайым сөз тіркесін айтпай қойын, бірақ сонда да кітап оқу ол қызық нәрсе. Кітаптан біз көптеген нәрсе, көптеген ақпарат өзімізге керекті. Кітап ол интеллектін өсіреді, санамыз кеңейеді, сөздік қорымыз артады деген сияқты. Және де кітап оқыған кезде біз күйзелістен шығамыз. Енді кітапқа қызығушылықты қалай арттыруға болады деген сауалға жауап бергім келді. Бұл біріншіден өзіңізге ұнайтын тақырыпта, өзіңізге ұнайтын жанрдағы кітапты таңдаңыз. Біреу айтты, мына кітапты оқы деп айтса, мысалы, оны оқуға кеңес беремін, себебі сізге ұнамай қалуы мүмкін, и сіз сол моментте өзіңіздің қызығушылығыңызды жоғалтып алуыңыз мүмкін. Екіншіден, ол бір кітапты алдыңыз керек та, мысалы, сол кітап оқып жатып сізге ұнамай қалса, сол сәтте кітапты оқуды доғарыңыз. Себебі неге кітап ұнамаған жағдайда адамның өзінің, кітап ұнаса ғана адам ол кітапқа бүкіл ынтасымен оқиды, сол кітапқа кіріп кетеді деп айтсам болады да. Ал егер кітап ондай болмайтын болса, адам өзінің кітапқа деген сүйіспеншілігін жоғалтып алады. Үшіншіден, кітаптың форматын, өзіңізге ұнайтын форматты таңдаңыз. Болады жаңа электронды формат және де қағаз түріндегі формат. Электронды формат ол көзге зиян деп айтады. Я, бірақ шынымен мен көрдім оқып кезінде, бірақ өзіме ұнаған жоқ. Сол себепті мен өзім визуалмын. Мен кітапты ұстап, иіскеп, кітаптың иісі ол бір бөлек әлем. Кітапты жаңадан сатып алған кезде, немесе кітапханадан алған кезде иісі деген керемет. Мен кітапты бетін ашып, қарап оқығанды жақсы көремін. Және де ішіне өзімнің кітабым болса, егер ішіне өзімнің ойымды қалдырып, өзіме керекті жерді түртіп алғанды өте жақсы көремін. Жалпы әдетке айналды. Иә, әдетке айналған. Және де кітапты айтпаймын күніне 50 бет, 100 бет оқы деп. Кітапты оқуды әдетке айналдыру керек. Күніне 10 минут, 15 минут, максимум 30 минут. Одан артық, енді әркімде әртүрлі жағдай, жұмыстан шаршап келесің деген сияқты, сондай күнделікті әдетке айналдыру керек. Және төртінші, ол өзіңізге кішігірім сыйлық жасаңыз. Мысалы, бір кітапты бітірдіңіз, бір жерге барып қайтыңыз, серуендеп қайтыңыз, немесе жаңағы дүкенге барып өзіңізге бір кішігірім сыйлық алсаңыз болады. Енді өзіме келетін болсам, кітапты оқып, мектеп қабырғасында басталды сол, қазақ тілі әдебиеті пәнінен өзіміз кезінде жаңа Міржақып Дулатұлын оқыдық, Бауыржан Момышұлын оқыдық, Сайын Мұратбеков секілді керемет қазақ жазушылардың солай басталған болатын. Кейін колледж қабырғасында оқып жүрген кезде айналамдағы адамдардың бәрі орыс тілінде сөйлейтін болды. Сол себепті сол кезде орыс тіліне қызыға бастадым. Солай орыс тіліндегі жазушыларды оқып бастадым. Жаңағы британдық, ағылшындық жазушылардың шығармалары, орысшаға аударылған шығармаларын оқып бастадым. Солай кітапқа деген қызығушылық артты. Ең алғаш өзіңіздің оқыған кітабыңыз қандай болды? Осы кітапқа деген махаббатыңызды ашқан жазушы кім? Кітапқа деген менің махаббатымды ашқан ол Сайын Мұратбековтің кітабы тұр. Ең бірінші оқыған кітап бұл «Жусан иісі». Осы «Жусан иісін» оқыған кезде бір сезім болды. Сол кезде жусанның иісі келіп, кітапты оқып отырған кезде адам сол кітапқа жан дүниесімен кіріп кетсе, сол ішінде жүрген сияқты болып сезіледі. Мен сол кезде сондай бір сәтте болдым. Өте керемет дүние. Осы Сайын Мұратбековтің арқасында кітапқа деген қызығушылығым артып, сүйіспеншілігім артып, кітапты солай бастаған болатын оқып. Өте тамаша. Енді
Жастардың көбі кітап оқымауына не кедергі деп ойлайсыз қазіргі таңда? Оған бірнеше фактор бар. Ол біріншісі ол ғаламтор желісі, Әлеуметтік желі. мессенджерлер, мессенджерлер, TikTok дейміз, Instagram дейміз. Айтпай, мен Инстаграмда отырмаймын деп отырамын, бірақ ол өзінің бір уақытысымен да, мысалы. Қазір білесіздер, жастар өздері үйреніп қалған ақпаратты тез тауып, тез іздеп деген сияқты. Сол себепті олардың кітапқа Қандай да бір қызығушылық жоқ, бірақ айтпаймын, жастар жоқ деп. Осы кейде саябақта жүресің, қыдырып ары бері деген сияқты. Сол кезде байқадым, жастардың қолдарында кітап, немесе жаңағы отырады кітап оқып. Онда жастар қазір бар. Қазір айта аламын, кітап оқу трендке айналды деп. Инстаграм желісінде де қарасаңыздар, кітап оқитын жастар өте көп. Жаңағы кітаптың мазмұндасын айтып жатады, кітапқа деген пікір білдіріп жатады. Жастар ондай бар қазір. Жоқ деп айта алмаймын. Енді мен сіздің өзіңіздің әлеуметтік желіңізді зерттеген болатынмын. Сол жерде Инстаграмыңызда өзіңізде кішігірім өзіңіздің үйіңізде кітапханаңыз бар екен. Иә, кітапханам бар. Сол жайлы бөлісе кетсеңіз, ол кітапхана қалай басталды? Бұрын мектепте оқып жүрген кезде тек қана кітапханадан кітап алып оқитынмын. Кейін колледж қабырғасында жүрген кезде құрбым болатын. Оның да өзінің кітапханасы бар, кішігірім үйінде. Солай басталды менде. Жинап басталды, жиналып басталды осы кітаптар. Жаңа айттым ғой, электронды кітаптан гөрі қағаз түрінде кітаптар өте жақсы дүние. Қолға алып, ұстап, басқаша бөлек нәрсе. Керемет дүние. Ол кітапты ұстап, сезініп оқыған кезде ол кәдімгідей бір күшті сезіммен оқисың. Жалпы өзіңіздің қазіргі кітапханаңызда қанша кітап бар? 50-ге шақты кітап бар. Жақсы, біреуге беріліп кетті деп айтсам болады, сыйлап жібердім жартысын мысалы. Сол 50-ге шақты кітабым бар қазір. Енді өзіңіз әлеуметтік желіде оқып болған кітабыңызды міндетті түрде мазмұнын, өз ойыңызды жазып, өзіңіздің оқырмандарыңызға сыйға тартқан кездеріңіз болды ма? Ондай болған жоқ әлі. Мен енді ғана бастап жатырмын, осы кітап туралы айтып, қандай кітаптар оқып жүрмін деген сияқты. Андай болмапты әлі. Біреуге сыйлық жасап деген сияқты. Тамаша. Енді бүгінде адамдар неге мотивациялық кітаптарды көп оқып кетті деп ойлайсыз? Енді қазір әлемде болып жатқан жағдай, көптеген жаңағы күйзеліс, жұмыстағы күйзеліс, өмірге деген өзінің көзқарасын өзгерту деген сияқты. Сол себепті мотивациялық кітаптарды адамдар көп оқиды. Мен де мысалы оқимын, оқымаймын демеймін. Соның бірі жаңағы Джеймс Клирдің «Атомные привычки» деп аталады кітап. Бұл өте керемет кітап деп айтсам болады. Әдетті қалай қалыптастыру керек. Соған арналған өте керемет кітап, оқып көрсеңіз болады. Көрерменге кедергі айтамын, кеңес беремін осы кітапты оқуға. Мотивация ол бірде бар, бірде жоқ дүние. Мен ойлаймын, дисциплина болу керек адамда. Егер дисциплина болса, әдет болса, мотивацияның керегі жоқ. Бірақ ойлаймын, ол дұрыс шығар мотивация. Өмірге деген көзқарасты өзгерту, жаңағы өзінің сана сезімін өзгерту, сол үшін оқитын шығар деп ойлаймын. Жалпы енді бір нәрсені әдетке айналдырған адам өз-өзіне мотивация бола алады дейсіз. Иә, болады. Енді қазіргі таңда қазақ жазушыларына деген көзқарасыңыз қандай? Енді қазақпыз ғой, қазақ жазушыларына деген орын өте бөлек. Сүйіп оқимын, жақсы көріп оқимын. Білесіздер, қазақ тілі ол керемет, әдемі, сұлу тілдердің бірі, бай тіл. Мектеп жасынан қазақ тілін жақсы көріп оқимын. Ақындардың орны өзі бір бөлек. Міржақып Дулатұлы, жаңағы Сайын Мұратбеков, Әзілхан Нұршайықов, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұханов. Махаббат қызық мол жылдар кітабын оқыдыңыз ғой, мен қазір сізден көріп отырмын. Өзіңізге қалай әсер етті? Өте керемет. Керемет әсер алды. Керемет әсер алдым деп айтсам болады. Енді осы бізде жақында ғана осы Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» театрында, Асқар Тоқпанов атындағы театрда қойылымы болған. Бардыңыз ба? Жоқ, бармадым. Мен театрға деген бір нем жоқ, әуестігім жоқ. Бармадым. Тамаша, енді міндетті түрде барыңыз деп кеңес бергім келеді, өйткені өзім де сонда болдым, өте керемет қойылым болды. Енді тағы да өзіңізге қояр сауалым, жастарға қандай кітаптарды оқуға кеңес берер едіңіз? Жалпы өзіңіздің соңғы уақытта оқыған кітабыңыз қандай болды? Мен соңғы мәрте оқыған кітабым ол Міржақып Дулатұлының «Бақытсыз жамал» атты романын оқыдым. Өте әсерлі, өте керемет роман. Бір сөзбен айтқанда көзбен жас келді деп айтсам болады. Сол кездегі ер мен әйелдің арасында теңсіздік, әйелдерге деген жаңағы көзқарас өте қиын болған, өте керемет дүние. Шыны керек.
көзіме жас келді. Енді балаларға келетін болсақ, егер мектеп жасындағы бала болса, жаңағы Жусан Сайын Мұратбековті, Дулат Исабекұлын, Мұхтар Әуезовті оқысын, Сәбит Мұхановты оқысын. Немесе фантастикалық жанрда дамып жатыр ғой бізде. Фантастикада Джейки Роулинг, Гарри Поттерді оқысын, Стивен Кинг деп айтамыз. Стивен Кинг бірақ көбінесе ужас және триллер жанрында жазады. Мүлкім ұнап қалар. Және де мен өзіме жақын ол детективті историялар. Агата Кристидің өте керемет кітаптары бар. Детективті қызықты шытырман оқиғалары өте керемет. Соны оқуға кеңес берер едім. Тамаша. Азамат мырза, осылай бізге келіп, өзіңіздің пікіріңізбен бөліскеніңізге, өзіңіздің сауалыңызбен бөліскеніңізге көптен көп алғысымды айтамын. Жалпы бір айда 8 кітап оқу ол үлкен жетістіктердің бірі деп ойлаймын. Одан ары қарай оқитын кітаптарыңыз көп бола берсін деген келеді. Жалпы біздің көрерменге айтар өзіңіздің тілегіңіз, сауалыңыз болса, мархабат. Көрермендерге кітап оқиық. Кітап деген керемет дүние. Кітап арқылы біз дамимыз. Жаңа айтып кеттім, сөздік қорымыз артады. Кітап оқып жүрейік. Рахмет. Олай болса, құрметті көрермен, біз эфирімізді әрмен қарай жалғастыру мақсатында кезекті әріптесім дайындаған бейне сюжетке береміз. Тарихи оқиғаларды басынан өткізіп, елімізбен бірге өсіп, өркендеу мен жаңаруда бастан кешіп келе жатқан Жамбыл елі облыс болып құрылған 1939 жылдан бастап өзінің даму жолына түсті. Келер 1940 жылы ашылу тарихы сонау 1898 жылы Әулиеата қаласында қоғамдық кітапхана болып ашылып, кітап қорында 460 дана кітап, 4 газет, ол журнал бар кітапхана облыстық кітапхана статусына ие болды. 1965 жылы кітапханаға қазақтың тұңғыш ағартушы ғалымы Шоқан Шыңғысұлы Уәлихановтың есімі берілген. Ал 1970 жылы Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы Тараз қаласы орталығындағы атаңызға айналған жауынгер Ыбырайым Сүлейменов атындағы көшеде арнайы соғылған ғимаратқа көшірілді. Бүгінгі таңда қазыналы Жамбыл өңірінің рухани орталығы Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы 250 мыңнан астам кітап қоры, 12 мыңға жуық оқырманы бар. Жылына 300-ден аса көпшілік мәдени іс-шара ұйымдастырып, заманауи кітапхананың концептуалды моделін құру, кітапхана қызметіндегі қолданылатын әлеуметтік технология жүйесінің әлеуметтік серіктестік, public relations, fundraising бағыттарындағы жұмыстарда тиімділігін арттыру, қызмет көрсетудің дәстүрлі түрлерімен қатар электронды ақпараттық қызмет аясын кеңейту мақсатында өз қызметін іске асыруда. Кітапхана Жамбыл облыстық мемлекеттік кітапханаларының бірегей статистикалық базасы. Барлық статистикалық мәліметтер Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық және ұлттық кітапханалары, Жамбыл облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы, облыстық статистика басқармасына тапсырылады. Шоқан Уәлиханов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында ашылған бродкастинг залы, коворкинг орталығы мен релакс аймағы, ашық кітапхана адалдық алаңы бүгінгі таңда жергілікті тұрғындар, әсіресе жастардың уақыттарын тиімді өткізу бағытындағы сүйікті орындарына айналған. Кітапханадағы цифрландырылған ақпараттық орталық өз жұмысын жүргізуде. Мекеменің заманауи көпфункционалды концептуалды моделін құрудың негізгі болып айқындалатын бағыттарының бірі келешек ұрпаққа жеткізу мақсатында құжаттандырылған білімдер жиынтығының сақталуын қамтамасыз етуге негізделген кітапхананың мемориалды функциясын атқару. Осы орайда кітапхана қасиетін жоймаған күндік кітаптарды цифрланду жобасы енгізіліп, аталмыш жоба аясында кітап қорындағы 9249 дана құнды және сирек кітаптардың сақталуын қамтамасыз ету мақсатында 6100-ден аса басылым цифрландырылды. Сонымен қатар 1949 жылға дейін цифрландырылған 215 сирек кітаптың электронды нұсқалары Қазақстандық ұлттық электронды кітапхананың қорына жіберілді. Сонымен бірге кітапхананың веб-сайтындағы арнайы оқу бөлімінде әдеби әлем айдары жергілікті ақын жазушылардың шығармалары мен 1949 жылға дейін жарық көрген басылымдардың 305 данасы енгізілген. Кітапхана жергілікті ақын жазушылармен авторлық келісім шарт жасасу арқылы олардың шығармаларын цифрландырып, 57 жергілікті ақын жазушының 138 кітабының электронды нұсқалары кітапхана сайтында орналастырылды. Кітапхана қызметкерлері Жамбыл облысы адамдар, оқиғалар, фактілер жобасы аясында да жүйелі түрде жұмыс жүргізуде. Түрлі бағыттағы жергілікті мерзімді басылымдар беттерінде жарық көрген мақалалардың электронды көшірмелері бүгінгі таңда барлығы 1680 мақала
Өңірлік толық мәтінді электронды дерекқорға жинақталып, аталмыш дерекқорда кітапхана сайтында орналастырылған. Тарихы терең еңбегі ерен өлкелік басылымдар жобасын жүзеге асыру жұмыстары аясында 170.045 дана мерзімді басылымдар цифрланды. Кітапхананың мәдени көпшілік жұмысына тоқталатын болсақ, 2020 жылы әлеуметтік желілерде кітапхана 300-ден аса жариялым, 188 түрлі бағыттағы ақпараттық мәдени көпшілік іс-шаралар ұйымдастырды. Онлайн форматтағы жұмыстар 800 мыңға жуық оқырманды қамтыды. 2021 жылы кітапханада 265 іс-шара ұйымдастырылды. Оның 135-і офлайн, ал 130-і онлайн форматта өткен іс-шаралар 2 миллион қаралыммен қамтылды. Ал үстіміздегі жылдың басынан бері түрлі бағыттар мен форматта 55 іс-шара ұйымдастырылып, әлеуметтік желілерде 1561 материал жарияланып, 250 мыңнан аса оқырманды қамтыды. Өңір деңгейінде Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы жыл сайын облыс, қала, аудан мен ауыл кітапханашылары үшін дәстүрлі облыстық семинар тренинг, форсайт сессия, воркшоп, кластер, ақпараттық хостинг, вебинар форматындағы өтетін кәсіби оқулар ұйымдастырып, кітапхана ісін дамытудағы кітапханашылардың жаңашылдық бастамасымен кәсіби дамуын ынталандыру, мамандық беделі мен әлеуметтік мәнін көтеру, шығармашылық қызметін ынталандыру арқылы кадрлық әлеует саласын дамыту және кәсіби біліктілігін қалыптастыру, кітап қорларын веб-кеңістікке алға жылжыту, халқымыздың мәдени мұрасын сақтауға және оған өңір тұрғындарын, әсіресе жастарды баулу және қоғам мүшелерінің ақпараттық мәдениет пен сауаттылығының көтерілуіне атсалысуға дағдыландыру мақсатын көздейді. Құрметті көрермен, олай болса біз эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Жаңа біз айтып кеткеніміздей, ең үздік пікір сауал жолдаған көрермендерімізге біздің телеарнаның атынан кереметтей сыйлықтарымыз бар. Олай болса бізге сауал жолдаған көрерменіміз де бар екен, олай болса оқып кетейік. Бүгінгі балаларға қандай кітаптар жазылғаны абзал деген тақырыпта көп ойланамын. Егер әлемдік кітап нарығы туралы ақпараттарды барлап сөйлейтін болсақ, әйгілі тарих тұлғалардың балалық шақтары туралы ақпараттарды, балалық шақтары туралы көрермен туындылар мен қиял ғажайып кітаптары жақсы өтуде екен. Яғни бізде балаларымызға Абай, Шоқан, Ыбырайдың балалық кездерін бейнелейтін көркем әдебиет кітаптар ұсынайық. Аударма емес, төл туындылардан арман тілектерді ұштайтын ертегілерді түрлі тақырыпта жазайық. Сондай-ақ әртүрлі ықшам ақпарат беретін энциклопедиялар да жақсы. Бірақ олар көркем туындының орнын баса алмайды. Сондықтан балаларымызға қиялын шарықтайтын көп көркем туындылар керек. Кітапқа қатысты менің пікірім, түрлі зерттеулерді саралай келе, әр өз тәжірибеме сүйеніп, балаға кітап оқытудың 5 амалын түйіндеймін. Яғни балаға кітап оқудың 5 амалы, кітап оқып беруді 1 жастан бастау керек. Балаға кітапты анда-санда емес, күнде азанда оқып беруді әдетке айналдыру керек. Бала өз бетінше кітап оқуға әдеттенгенге дейін ата-ана кітапты бірге оқу керек. Жақсы кітаптардан талғап, ой өрісіне қарай таңдап беру керек. Кітап сыйлауды дәстүрге айналдыру керек, дейді Ахатовна Мәдина. Рахмет сізге осындай керемет сауал жолдағаныңызға. Егерде біздің көрермендеріміздің арасынан тағы да сауал жолдаған адамдар болса, бізге хат жазсаңыздар болады, немесе біздің байланыс номерімізге хабарлассаңыздар болады. 45-38-00. Біз сіздерді күтеміз. Және біз эфир соңында ең үздік пікірге өзіміздің дайындаған сыйлығымызды ұсынатын боламыз, беретін боламыз. Олай болса, құрметті көрермен, біздің эфирімізге тағы да бір қонағымыз келіп қалған екен. Қош келдіңіз. Өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Мен Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасынан келіп отырмын. Бөлім меңгерушісімін. Атым Оразқолова Айгүл Мейманқұлқызы. Қош келдіңіз. Енді өзіңіз жайлы айтатын болсам, 30 жылдан астам өзіңіздің осы кітапханада еңбегіңіз бар екен. Жалпы, олай болса біз сұхбатымызды бастасақ, мен сізге алғашқы сауалдарымның бірін қоя кетсем, енді қазіргі таңда оқырман мен кітапханашының айырмасы қандай? Сол жайлы айта кетсеңіз. Оқырман мен кітапханашының несі бар? Кітапханашы көп салалы болу керек, жан-жақты болу керек. Оқырманға сұраған
кітаптарын тауып бере алатын болу керек. Сондықтан кітапханашы оқырманға қарағанда көбірек оқу керек деген ойдамын мен. Тамаша, айта берсеңіз болады. Оқырман келген уақытта еш қиналмай оқырманның сұранысына жауапты таба білу керек деген ойдамын. Айгүл ханым, енді өзіңізге қояр келесі сауалым. Қазіргі таңда қандай жанрдағы кітаптар көп оқылып жатыр? Қазіргі көбінесе психологиялық жанрда жаңа қалай психологиялық жанрдағы көп оқитындар. Оқырманның сұранысы сондай жанрдағы кітаптарда. Содағы кітаптар. Енді қандай жалпы оқырмандардың деңгейі қазіргі таңда өсіп жатыр ма? Бұрын бізде 2000-ға жуық оқырман келетін, қазіргі таңда 3000-ға жуықтады. Соған қарағанда өсу бар деген сөз оқырмандардың. Оқырмандардың оқуы жаман емес, қазір оқырмандардың ізденісі көп, жан-жақты ізденісте оқырмандар. Біздіңке басқа кітапханаларға қарағанда айырмашылығы бар ғой. Сонда да біздің кітапханаға оқырмандар көп келеді, зағип оқырмандар тынбай келіп тұрады. Жалпы осы кітапханашы кітап беруден басқа тағы немен айналысады? Жалпы оқырмандарды шақыру барысында тағы да қандай жоспарлар құрады? Біз кітапханада оқырмандарды тарту үшін біздің кітапхананың 13 жобасы жұмыс жасайды. Біздің кітапхананың ерекшелігін айтып отырмын ғой. Біздің кітапхананың ерекшелігі біріншіден кітап қорында. Біздің басқа кітапханалардан ерекшелік кітап қорында болғанда, басқа кітапханаларда тек қана жайпақ баспалы кітаптар болса, біздің кітапханада жайпақ баспалы кітаптар, және Брайль жүйесіндегі зағиптарға арналған кітаптар, онан кейін дыбыстандырылған кітаптар болып 3 салаға бөлінеді. Сонымен қатар бедерлі графикалық құралдар да бар біздің кітапханада. Жалпы айтқанда ауқымды түрде. Екіншісі біздің оқырмандарымызда. Біздің оқырмандардың көбісі жаңа зағип кісілер. Сондықтан бізде 13 жоба жүргізіледі. 13 жобаның бәрі сол зағип кісілерге арналған. Айта өтетін болсақ, Тифло асхана, Тифло жаңағы кино, Тифло экскурсия деген, Easy Travel деген бар, жаңағы компьютердің, қазір компьютерлі заман ғой жаңа. Ұялы телефонға Easy Travel бағдарламасын жүктеп алып, жаңағы неге қаланың қандай жеріне барғысы келсе, сол жерге барып, сол бағдарламаны қосса, например, Айша бибіге барып, осы Easy Travel бағдарламасын қосса, Айша бибі жайлы мағлұматты түгелдей ала алады. Орыс, қазақ және ағылшын тілінде, 3 тілде де беріледі осы бағдарлама. Өте керемет. Бұл біздің енді зағип жандарға үлкен бір көмек деп ойлаймын. Сонымен қатар кеңес дайын деген бар. Зағип кісілердің ойындағы жүрген сұрақтарына жауап беретін, әр сала бойынша мамандарды шақырып, солармен пікір талас алады. Сондай нелер бар. Сонымен кітапхана ТВ деген бар жобамыз. Осы қаламыздағы атақты жазушы, ақындармен осы телевидение арқылы оқырмандармен сырласу деген, олардың оқыған кітаптарын оқырмандарға насихаттау бағытында. Тамаша. Айгүл ханым, енді келесі сауалым, жалпы осы өзіңіздің істеп келе жатқаныңызға 30 жылдан астам уақыт өтті кітапхана қызметтері болып. Енді кеңес дәуіріндегі жалпы тәуелсіздік алғанға дейінгі қазіргі таңдағы кітапхананың ахуалы қандай? Сол жайлы айта кетсеңіз. Кеңес дәуірінде ол кезде компьютер болған жоқ дегендей, телефон деген болған жоқ. Барлық балалар тек қана кітапханадан алатын мағлұматтың бәрін. Қазіргі заман дамыған заман ғой, енді жан-жақты соған қарамай, біздің кітапханаға да көбірек келеді. Кітапханадан қазір кітап оқымайды деген сөз жоқ. Кітапханада қай уақытта барсаңыз да кітап оқырмандары жүреді. Қай уақытта болса да келіп тұрады сол кітапханаға.
Жалпы енді қазіргі таңдағы қазақ жазушыларына көзқарасыңыз қандай? Бізде көзқарасымыз болғанда, бізде кітапты жаңа жылда кітап аламыз ғой. Сол уақытта жаңадан түскен кітаптар келеді. Кітапхана мен оқырман арасындағы айырмашылық қандай деп сұрадыңыз ғой. Соған жауап ретінде жаңадан түскен кітаптарды біз өзіміз бірінші ашып оқимыз, содан бір-бірімізге насихаттаймыз, түсіндіреміз. Оқырман келген уақытта қандай сұрақ болса да жауап ретінде мынандай кітап келді, мынандайды оқыңыз деп жаңағы ұсыныс береміз сол оқырмандарға. Бір жағынан кітапханалашылардың басты ерекшелігі осыда деп Иә, айтасыз. осында. Енді өзіңіз сүйіп оқитын жазушылар қандай қазіргі таңда? Жазушылардан Сәуле Досжанды жақсы оқимын мен. Сонымен қазіргі Бейсен және болмыс деген кітап шықты ғой. Иә. Соны көбірек соны оқып жатырмын қазір. Сонымен қазір бала тәрбиесіне байланысты кітаптарды көбірек оқып жатырмын. Айта кетсем, балалықтан даналыққа деген кітапты оқыдым. Бала тәрбиесінің құпиясы деген бар. Баланың өз бетінше әрекеті және еріншек ана болудың жолдары деген кітаптарды оқып шықтым. Жалпы енді өзіңіз бала жайлы айтып кеттіңіз ғой. Жалпы қазіргі балаларға кітап оқуға тек мұғалім емес, сондай-ақ ата-ананың да септігі тию керек дегенге қалай қарайсыз? Жалпы үйіңізде кітап оқу мәдениеттері қалыптасқан деген кітапты оқыдым деп отырмын ғой. Сол жерде айтып кетеді, баланы кітапқа баулу үшін ата-ана дейді, біріншіден өзі оқу керек дейді. Ата-ана балаға дейді, әр уақытта ертегілер оқып беру керек, аңыздар айтып тұру керек, жаңағы нелер, аңыздарды көбірек айтып отыру керек балаға дейді. Сонда баланың ой өрісі дамиды дейді. Ой өрісі дамыған бала әр уақытта жаңағы көп оқиды және білімді болады деген ойдасыз. Ойда айтады. Тамаша. Енді осы соңғы кезде оқыған кітабыңыз қандай болды? Жаңа айтып отырмын ғой. Бала тәрбиесі жайлы, иә? Бала тәрбиесі жайлы болды. Ең жаңағы кім? Ұмытқан көзімді. Жарайды, ештеңе етпейді. Енді өзіміздің осы көрермендерге қандай кітап оқуға кеңес бересіз? Жалпы айта кетсеңіз, мархабат. Көрермендерге мен қазақ классиктерін көбірек оқығанды айтар едім. Алаштың ардақтыларының кітаптары қазір көбірек шығып жатыр ғой. Жаңа Жүсіпбек Аймауытовтың, Мағжан Жұмабаев жайлы кітаптар. Сонымен қатар Сұлтанмахмұт Торайғыровтың кітаптарын. Бізде соны насихаттап отырмыз. Балалардан балаларға деген жоба бар бізде. Көзі көретін балаларға, мысалға алатын болсақ, биылға Сұлтанмахмұт Торайғыровтың, Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерін оқып, сол арқылы балаларға, зағип балаларға дыбыстап оқып, дискіге жазып, кітап қып шығарып, оны болашақ мектеп интернатындағы балаларға сыйлыққа тартып отырмыз. Соларды оқыса деген ойдамын. Тамаша, Айгүл ханым, керемет. Осылай келіп бізге сұхбат беріп, кітапханаларыңыздың жұмыс барысымен, жоспармен бөліскеніңізге сізге үлкен алғысымызды айтамыз. Жұмысыңызға табыс тілейміз. Осы оқитын кітаптарыңыз бұдан тоқтамай ары қарай көбейе берсін дегім келеді. Ал олай болса, құрметті көрермен, біз эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Жалпы тағы да айта кетейін, біздің бүгінгі алып отырған тақырыбымыз сіз кітап оқисыз ба? Және құрметті көрермен, егер де сіз үздік сауал жолдап осы бір сыйлықты ұтып алғыңыз келсе, бізге пікір білдіріңіз, хат алмасыңыз, бізбен байланыста болыңыз дегім келеді. Олай болса, кезекті Әсем әнге береміз. Құрметті көрермен, олай болса біз эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Тағы да айта кетейік, бүгінгі біздің алып отырған тақырыбымыз сіз кітап оқисыз ба? Сауал жолдаңыз, хат жолдаңыз, бізбен байланыста болыңыз. Сіздерге арналған кереметте ерекше сыйлықтарымыз бар. Олай болса біздің эфирімізге тағы да бір кереметте қонағымыз келіп қалған екен. Ақжол газетінің бас редакторы Хамит Есаман мырза. Қош келдіңіз, Хамит аға. Жалпы енді бүгінгі біздің алып отырған тақырыбымыз өзіңізге белгілі.
сіз кітап оқисыз ба деп аталады. Енді сұхбатымызды бастасақ, алғашқы сауалым өзіңізге, жалпы енді рухани көкжиегіңізді кеңейтетін, өркениетке бастайтын киелі мекен кітапханаларға қазіргі таңда неге оқырман аз келеді деп ойлайсыз? Енді бұл оқырман аз келеді деген бір статистикалық есеп болуы мүмкін. Бірақ әр шығарманың, әр бір әдебиеттің, әр жанрдың өзінің оқырмандары бар. Мен кітапханаға жиі барам. Одан кейін қай қалаға барсам да мен кітап дүкендеріне міндетті түрде кірем. Басқа жерге бармасам да, сол барған шаруама және кітап дүкендерін аралауға үлгерем. Негізі уақыт табам. Кешке дейін істейтіндер, түнге дейін істейтін кітап дүкендері болады. Соларды іздеп жүріп тауып аламын. Оны айтып отырған себебім, бұл жерде оқырмандар жүреді. Жастар жүреді, әртүрлі буынның өкілдері жүреді. Кітапханада да солай. Бірақ енді қалың нөпір бұл жерде базардағыдай адам келеді деп кітапхана ойламау керек. Өйткені рухани қажеттілік бұл екінің бірін тісі бата бермейтін нәрсе болуы мүмкін. Кейбіреулер мысалы қажет деп есептемейді, мысалы өкінішке қарай кітап оқуды. Сондықтан олар кітапханаға келмейді. Ал енді кітапханаға келетін, оқитын бір белгілі бір санат топ бар. Ол әрине кітапханаға келеді, оқиды. Бірақ енді көбінесе кітап дүкендерінен кездестіреміз, өкінішке қарай жастардың орыс тілінде кітаптарды көп іздейтінін байқаймын. Осы жағы өкініштілеу кішкене. Ал қалған кітапханаларға, кітап дүкендеріне адамдар, оқырмандар келеді деп ойлаймын. Түсінікті. Өзіңіз кітапты қаншалықты көп оқисыз? Соңғы оқыған кітабыңыз қандай болды? Енді кітапты оқығанда талғап, таразылап оқу керек деп ойлаймын өзім. Өйткені баса көктеп көрінген нәрсені оқи беруге болмайды. Өйткені адам басын ақпаратқа, жалпы қажетсіз дүниелерге толтырмау керек. Сондықтан мен кітапхана емес, күнделікті ақпараттарды аз оқуға тырысам. Қажетті ғана дүниелер болмаса, олайынша көз жүгіртіп өте ғана шығуы оқудың қажеті жоқ. Өйткені қажет емес, ешкімге еш нәрсе бермейді. Сондықтан да кітапты да солай қараймын. Ал енді соңғы оқыған кітабымыз, мен Лев Толстойдың «Арылу» деген кітабын қайтадан оқып шықтым. Осыдан мен бір 7-8 жыл бұрын оқыған екем. Бұл өте керемет шығарма. Бұл мақала түрінде жазылып басталып, кейіннен ең соңынан кітапқа айналып кеткен. Бірақ бұл Ресейде біраз әлемнің әдеби ортасында үлкен таластарды тудырған кітап, алып оқуға болады. Енді жастарды жалпы жеткіншектерді кітап оқуға қалай ынталандыруға болады деп ойлайсыз? Енді қазіргі біз жаңа заман, жаңа қоғам деген нәрсені көп айтамыз ғой. Сол сияқты жаңа әдебиет болу керек. Жаңа әдебиет болу керек. Әрине ағаларымыз, үлкен алдында аталарымыз үлкен буындардың барлығы жазды. Қалғыздастыруды жазды, байлар мен кедейлерді жазды, тап тартысын жазды. Одан бері қарата соғысты жазды. Одан бері қарата 70-80 жылдардағы ауыл өмірін жазды. Бұның барлығы сол кездегі тарих, сол кездегі уақыт, қоғам, ауыл өмірі деген сияқты. Қаланың өмірі там-тұмдап кездесіп жатты. Бірақ ауыл қала деп бөлмеу керек, жалпы қазіргі қоғамды көрсететін шығармалар керек. Ол ақиқаттың, шындықтың бетіне тура қарау керек деп ойлаймын. Ол сын болса да, қоғамдағы бір сыздап тұрған мәселе болса да, оны ашық көрсету керек деп ойлаймын. Бірақ бұл ретте ақын жазушыларға шеберлік керек. Шындықтың айтудың жөні осы екен деп, жалаң дидактикаға, бос ұранға, жағы пафосқа салынудың қажеті жоқ. Поэма жазама, өлең жазама, болмаса роман жазама, астарлап, әдемелеп, көркем тілмен, айтар ойын айшықтап, астарлы тілмен, астарлы оймен жеткізуге де болады. Жастарды ынталандыру үшін сондай жаңа шығармалар керек деп ойлаймын. Ал енді өзінің отбасы ошаққасын жаза беретін, болмаса ата-бабаларын батыр болған пәлен түген деп ана мерейтойлық кітап шығара беретіндер болса, біз әрине алысқа бармаймыз. Кәдімгі әдебиетке ауыл аймақтың, болмаса осы қаланың ғана шаруасы деп емес, кәдімгі әдебиет үлкен кеңістік, бұл шекараға бөлінбейді ешқашан. Солай деп қараса ғана шынайы шығарма туады деп ойлаймын. Жалпы енді өзіңіз жаңа айтып кеттіңіз, жастардың легі орыс тілді кітаптарды көп іздейді деп. Сонда маған бір сұрақ келіп тұр. Қазақ жазушыларының қазіргі оқырманды өздеріне тарту үшін бір қауқары жетпей жатыр ма? Енді жоқ, бізде қазір жақсы шығармалар бар. Жақсы шығармалар бар. Мемлекеттік деңгейде мемлекеттің қолдауыменен жарық көріп жатқан шығармалар да бар. Бірақ насихат аз қоғамда. Өйткені айтып отырмын ғой, бізде мысалы шетелдің авторларының атын естісе, болмаса керемет дүниелер болса, соны бір керемет екен деп ойлайтын
бір сондай көзқарас қалыптасқан қоғамда. Мен байқаймын да, мысалы, кез келген шетелдік автордың аты жөнін айтсам, мынау мықты шығар деген ой келеді да ол. Өйткені неге ол ақш-та тұруы мүмкін, ол Жапонияда тұруы мүмкін, мысалы ол басқа жерлерде тұруы мүмкін деген сияқты да. Ол әсер етеді. Одан кейін ол Нобель сыйлығын алған болуы мүмкін. Ол деген ағылшын тілін біледі деген сияқты тағы да сол сияқты адам санасында өзі де білмейтін түрлі ағыстар пайда болады. Сондықтан да осы шетелдік авторлар қызығушылық басым. Ол енді екінің бірі, екі шетелдің авторлары барлығы қазақ тіліне аударыла бермейді ғой. Сондықтан ол орыс тіліне керемет аударылған. Әлемнің барлық классикалық үлгілері, інжу маржандары сүзіліп, іріктеліп, 200 том болып бұрында жарық көріп қойған. Сондықтан әрине енді ол сол тілде іздеген болуы мүмкін. Ал қазақтың тағы да айтамын, қазақша шығармалар жаңа заманның әдебиеті деп айтатын шығармалар санаулы ғана болса да бар. Бірақ өкінішке қарай олардың насихаты аз. Насихаты жоқ деуге болмайды, бірақ аз, өте аз. Және оның қазақ қоғамы аса бір қажетсінбейтін болса, жастар іздеп оқымайтын болса, әрине насихат жүрмейді алға қарай. Аға, енді жақында өзіңіздің жаңа кітабыңыз жарық көргелі жатыр екен, сол жайлы айта кетсеңіз. Енді бұл «Фәни құбылыс» деген кітап осы жақында бір апта болды, қолымызға алдық. Алматыдағы «Дәуір» деген баспадан жарық көрді. Тамаша. Еліміздің мәдениет және спорт министрлігі болатын ол кезде, біз кітапты өткізген кезде. Сол министрліктің арнайы бағдарламасы бойынша жарық көрді. Ол болса аға, кешіріңіз, бізге байланысқа шыққан көрерменіміз бар екен. Алло, тыңдап тұрмыз? Алло, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Айта беріңіз. Қайырлы таң. Алло, тыңдап тұрмыз. Айта беріңіз. Сіз эфирде байланыстасыз. Мен Тараз қаласынан хабарласып тұрмын. Менің аты жөнім Мақпал Саматқызы. Бүгінгі сіздердің көтеріп отырған тақырыптарыңыз өте өзекті және қызықты екен. Сіз кітап оқисыз ба деген. Рахмет өте. Айта берсеңіз болады. Қандай сауал жолдағыңыз келіп еді бүгінгі тақырыпқа байланысты? Алло. Сіз желідесіз? Кешіріңіздер, құрметті көрермен, бұл бізде тікелей эфир болғандықтан кейде осындай байланыстар үзіліп кететін сәттер болып жатады. Бізге қайта хабарлассаңыз болады, немесе біздің WhatsApp желісіне өзіңіздің сауалыңызды жолдасаңыз болады. Біз міндетті түрде эфир барысында оқитын боламыз. Ол болса, Хамит аға, сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырсақ, енді жалпы осы кітап жайлы айта кетсеңіз, ойыңызды бөліп жіберген сияқты міне. Енді алдағы 20 жылдықта кітаптың, жалпы кітапхананың болашағы қандай деп ойлайсыз? Енді кітапхананың болашағы жарқын болады. Жарқын бұл өте болашақ кемел деп ойлаймын. Себебі бізде тарих қайталанады деген сөз бар ғой. Мысалы, қазір адамзат ғылымның шегіне жетті демей қой, бірақ өзінің даму деңгейіне бір әбден жетіп келе жатыр. Ғылым дегеніміз қазір біздің пайдаланып жүрген озық технология заттарымыз болуы мүмкін. Басқа да жағдайларда, мысалы, көптеген дамыған елдерде, мәселен, бізде телефонымыз қазір соңғы үлгідегі шығып жатқан компьютер, ол мысалы қымбат көліктерге дейін бұл таңсық болмайды. Жапонияда мысалы болған азаматтар солар айтады, мысалы метрода кітап оқып отыратын адам өте көп дейді. Мысалы Америкада да солай. Мысалы тағы да басқа деген қандай жерлерде бәрі сол. Өйткені орда бәрі бар. Оларға ешнәрсе қызық емес, таңсық емес. Сондықтан рухани ләззат деген адамға бірінші кезекте керек деп ойлаймын. Сондықтан ол адам бар жерде руханият болады. Ал руханият бар жерде кітапхана болады, кітап болады. Бұл жерде тағы да айтам, авторлардың, ақын жазушылардың өзіне көп нәрсе байланысты. Өзіне көп нәрсе. Әрине, шығармасына жүрдім қардың қарайтын болса, ол қалай болсын солай жазатын болса, не болсын соны жазатын болса, кім оқиды ол? Мысалы. Одан кейін екінші жағынан бұл қоғамда ақын жазушылардың сондай жағы нашар пікір қалыптасуына, кітаптың оқылмауына бұндай факторлар да әсер етеді. Сондықтан менің принципім жазылатын болса дұрыстап жазу керек, жазылмайтын болса қою керек. Сонда ғана ол әдебиетте ешқашан былғамайды және ақын жазушылар арқылы былғамайды. Ондай болсын таза, сұрыпталған, іріктелген дүниелер болатын болса, кітапта оқылады, кітапханада өзінің жұмысын істей береді. Жалпы қазіргі жастарымыз да орыс тілді емес, қазақ тілді кітаптарды көп іздейтін. Әрине ол тартатын нәрсе болу керек қой адам. Тартатын нәрсе болса оқиды деп ойлаймын. Оның екінші жағынан насихаты керек бәріне. Түсінікті. Енді жалпы өзіңіз отбасыңызда кітап оқу мәдениетін қалыптастырасыз ба? Енді кітапты біз бәріміз оқимыз. Кітап оқимыз, кітап қараймыз, бірақ
көбінесе кейде уақытта бола бермейді. Бұны мен өзім кітап оқу дағдымда кәдімгідей еш нәрсеге алаңдамай қарап отырып, ал енді мысалы бір 5 минут көліктің ішінде біреуді күтіп отырып, ол шыққанша оқи салайын деген болмайды ондай. Кәдімгідей жайланып отырып, еш нәрсеге алаңдамайтындай, тіпті телефонға да алаңдамайтындай жағдайларда оқу керек деп ойлаймын. Мен бұндайға көбінесе түнде уақыт бөлемін. Түнде. Кеш жататында сол, бірақ таңертең ерте тұру керек, ол да бар. Сондықтан кітапты түнде кешке оқуға мен дағдыланамын, және бәріміз солай дағдыланғанбыз негізі. Мен бала күнімнен сондай едім. Бұл туралы кезінде біздің жақта қыс ұзақ деген мақалада жазғам. Бұл кезде кітаптардың әсері басқаша болатын. Өте керемет болатын. Әлі де сондай ғой, бірақ дегенмен алғашқы әсердегідей болмайды. Жақсы аға, көптен көп рахмет осы біздің студиямызға келіп, өзіңіздің жаңадан шыққалы жатқан кітабыңызбен бөлісіп, керемет осы кітап жайлы көрерменге пайдалы кеңестер ұсынғаныңызға көптен көп рахмет. Жалпы енді өзіңіздің көрерменге айтар тілегіңіз болса, мархабат. Енді ең бастысы қазақ елі аман болсын, заманымыз тыныш болсын, қазақтың руханияты, қазақтың әдебиеті, қазақтың мәдениеті, қазақтың тарихы ешқашан өлмесін. Жаңа заманның жас буыны, бүгінгі білім алып жүрген жастар, қыз-жігіттер қазақтың болашағына адал қызмет етсін, қазақтың руханиятына адал қызмет етсін дегім келеді. Қазақтың әдебиеті өлмесін, кітап оқиық, бәріңіз кітап оқыңыздар, сонда барлығы дұрыс болады деп ойлаймын. Рахмет. Олай болса, құрметті көрермен, біз эфирімізді әрмен қарай жалғастырып, жалпы өңірдегі жұртшылық кітап оқуға деген өңірдегі жұртшылықтың көзқарасы қандай, әріптесім дайындаған блиц сауалнамаға кезек береміз. Қазіргі заман смартфонға телміретін заман екені бәрімізге анық. Осы орайда ойымызға келетін сұрақ: кітап өз актуалдылығын жоғалтпады ма? Және де сіз қаншалықты жиі кітап оқисыз? Осы бойынша қала тұрғындарынан біз блиц сауалнама алайын деп едік. Ендеше бізбен бірге болыңыздар, кеттік. Қазір шыны керек оқымаймын. Уақытым жоқ оқуға. Бұрын оқитынбыз студент кезімізде. Қазір енді мынау не бар, қазір телефон, интернет бар. Содан қараймыз, көбінесе содан оқимын, әңгіме, жаңағыдай повесть, сондайларды. Кино көреміз. Сондықтан кітапқа шыны керек оқимын деп өтіп айтпай қояйын. Я оқимын кітап. Әлі де оқитындар бар шығар, бірақ көбісі қазір телефоннан оқиды. Кітап жай-жай жоғалып отыр. Кітап телефоннан оқимын. Енді 90-на бір үлкен кітап оқимын. Уақыт солай да. Сондықтан мен ойлаймын, бұл кітап еш уақытта өзінің актуальнысын жоғалтпайды, жоғалтпауы да керек. Өйткені негізгі білім, мәдениет барлық адамға қажетті, рухани қажетті азық кітапта. Мен солай ойлаймын. Менің ойымша жоғалтпады. Мен өзім көп кітап оқымаймын. Арасында кітап оқып тұратын бір. Негізі кітапты көбінесе электрондық нұсқада оқимын. Қазақ жазушыларының жазған романдарын, немесе трагедияларын. Ал актуалдылығын жоғалтқанда көп адам кітапханаға емес, сол электрондық нұсқаны көбінесе сондай кітаптар оқиды. Үнемі кітап оқып отырамын. Бірақ қазір жазбаша түрден гөрі онлайн түрде көбірек ыңғайлы, өзімізбен бірге алып жүремін. Аға кітап оқып тұрамын, күніне 10 беттен солай. Кітап ешқандай өзінің актуалдығын жоғалтқан жоқ. Қазір қайта кітап оқитын жастар көп негізі. Көбінесе кітапқа қызығушылығы жоғары. Тем более қазір андай YouTube каналында подкасттарды көбейіп кетті. Ондай кітапқа арналған, андай кітап бір нәрсе деген подкаст бар ғой. Сол жақсы сондай кітаптар бар. Қазір жүрек сырлары деген ба? Андай имандық туралы кітап оқып жүрмін Телеграмнан. Маңызды сол иманымды күшейтеді, көп білмейтін нәрселерді үйретеді. Сол ақыретті өмір туралы, өлім мен өмірдің арасы сондай нәрселер ғой. Өздеріңіз көріп тұрғандай тұрғындардың ойы сан алуан. Дегенімен де зымырап өтіп жатқан заманда да кітап оқуды ұмытпайық. Ал әріптес, кезек өзіңде, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Әріптес Аяулым, осындай блиц сауалнаманы жинағаныңа көптен көп рахмет, тұрғындардың ойын білдік. Жалпы кітап ақылына ақыл сұрамайтын ең құнды қазына деген екен түрік жұртшылығы. Ұлы ақыны Әлішер Науи. Осы сынды кітап туралы бірнеше құнды пікірлер сізде жақсы білесіз. Расында қай ғасырда да кітаптың алатын орны бөлек. Кітап кемелденуге көмектеседі. Қаншама технологиялар шығып жатыр, бірақ бұлардың бәрі кітапты алмастыра алмайды. Оқыған адамның күні қашанда жарық. Біз бүгін сіздерге кітап оқудың 7 пайдасы жөнінде айтып өтеміз. Түртіп алыңыз. Кітап оқу қоршаған ортаны, дүниені және өзін тануға көмектеседі. Кітап оқу жадына және ойлауды дамытады. Яғни көп оқыған адам жады мықты, тез ойлап, тез қорыта алады. Кітап оқу талдауға, сараптауға, өзіндік жүйелерді, пікірлерді қалыптастыруға үйретеді. Кітап оқу көптеген табыс пен жетістіктің ең басты негізі. Және 5-ден кітап оқу адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасауға үйретіп, әдемі сөйлеу дағдыларын қалыптастырады. 6-дан кітап оқу өзіндік қорытынды байтады және жалпы сауаттылық деңгейін арттырады. Кітап оқу адам бойында бұғып жататын шығармашылық қабілеттерді дамытады десек те болады. Құрметті көрермен, біз осындай 7 кітап оқудың 7 пайдасымен әрбірмен қарай эфирімізді жалғастыратын боламыз. Біздің қонақжай студиямызға тағы да кезекті қонақтарымыз келіп қалған екен. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер, қайырлы күн. Бүгінгі біздің қонақтарымыз Жамбыл облыстық Тараз қаласының орталықтандырылған көпшілік кітапханалар жүйесінің кітапханашысы Бейменова Гаухар Әділбекқызы және Үсенбаева Гүлдана Асқарәліқызы. Қош келдіңіздер. Күндеріңіз қалай атты? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Біздің студиямызға келгендеріңізге сіздерге көптен көп алғыс айтамыз. Олай болса, енді сұхбатымызды бастасақ, жалпы енді кітапханада оқырмандарды шақыру мақсатында өздеріңіздің кітапханаларыңызда қазіргі таңда қандай іс-шаралар, жобалар жүзеге асырылып жатыр, сол жайлы тарқатып айтып кетсеңіздер. Енді біз кітапханашы болғандықтан бірінші кезекте біздің мақсатымыз кітапханаға оқырмандарды тарту, баулу, кітап оқуға тарту болып табылады. Сол арқылы және біздің кітап қорын насихаттау болып табылады. Сондықтан осы орайда көптеген жобалар, ауқымды бағдарламалар іске асырылып жатады. Сол арқылы кітапханамызға оқырмандарды тарту мақсатында әртүрлі іс-шаралар болып жатады. Жастарды жалпы іс-шараларымыздың мақсаты жастарды жалпы патриотизмге, білімді болуға, тәрбиелі, мәдениетті болуға тәрбиелеу мақсатында. Айтап айтатын болсақ, қазіргі таңда бізде жастар кітап әлемінде жобасы бар, үлкен ауқымды. Анаға тағзым орталығымен бірге өтетін кітап және отбасы жобасы бар, кітап оқы, талқыла, суретте жобасы бар, дауыстап оқу, руханиятқа талпынысты ояту жобасы бар. Осылардың бәрі ауқымды жобалар және де киелі өлкенің кілті біздің қолымызда атты жобасы да бар ауқымда. Оның мақсаты жаңа өзіміздің өлкеміздегі жаңағы әртүрлі салада түрлі жетістіктерге жетіп жүрген тұлғаларды, мамандарды, жастарды солармен кездестіру мақсатында осындай киелі өлкенің кілті біздің қолымызда атты үлкен жобамыз жұмыс жасайды. Және де Тараз қаласы әкімдігі ішкі саясат бөлімі жастар ресурстық орталығымен де көптеген іс-шаралар, ауқымды іс-шаралар өткізіліп тұрады. Осындай жобалар аясында жұмыс жасаймыз. Өте тамаша. Енді жалпы айна кітапханаларыңызға қанша оқырман келеді? Сол жайлы айтсаңыз. Айна кітапханаға бізде жалпы Тараз қаласы орталықтандырылған көпшілік кітапханалар жүйесі бойынша айтатын болсақ, 5000-нан аса оқырманды, жаңа оқырмандарымыз келеді. Оның ішінде балалар 1500-нан аса балалар бөліміне келеді. Тамаша. Енді бүгінде балалардың көбі кітап оқымайды. Яғни бұл шындық. Енді балалардың кітап оқуға ынталандыруға тағы да қандай мүмкіндіктер жасайсыздар? Жалпы балалар әдебиеті кітапханаларыңызда қалай дамыған? Балалар әдебиеті қазіргі таңда балалар кітап оқымайды деген түсінік қалыптасып кеткен халықта, бірақ біз кітапхананың ішінде жүргеннен кейін, кітапханашы болғаннан кейін, кітап насихаттайтын болғаннан кейін олай айта алмаймыз. Өйткені әр мектепте, мысалы, мектеп оқушыларына байланысты, жас ерекшеліктеріне байланысты біз кітаптарды насихаттап отырамыз ғой, жаңағы айтылған жобалар бойынша. Мысалы, кітап оқы, талқыла, суретте жобасы бойынша балаларға
кітапты насихаттауда іс-шаралар жүргіземіз. Ол кезде балалар өздерінің оқыған шығармаларында жаңағы сурет салып солайынан кітап оқымайды деген жоқ, өйткені балалар келеді, өте көп қазіргі таңда түсіп жатқан кітаптар балаларға арналған. Өте көркем, әдемі безендірілген кітаптар мұқабамен балалардың көзін қызықтырып оқиды балалар, өздеріне тартады. Келген бала кітапсыз қайтпайды кітапханада. Бізде осы жүйе бойынша 2 кітапханада балалар бөлімі бар, Мұхтар Әуезов кітапханасында және Ғани Мұратбаев атындағы кітапханасында. Сол себептен балалар өте жақсы келеді. Тамаша, бұнда қарқынмен жұмыс істейтін болса, біздің балаларымыздың көкжиегі бұдан да үлкен белестерге артады деген ойдамын. Қазіргі таңда жаңа әріптесім айтып отыр, безендірілген, көркем безендірілген кітаптар өте көп деп. Біздің кітап қорына қазіргі таңда 3D, 4D форматтағы кітаптар келіп түседі. Ондай форматтағы кітаптарға балалардың қызығушылығы одан артады деген ойдамын. Артады. Өйткені ол қазіргі балалар енді заман талабы ғой, қосымша мобильді қосымшамен жүреді ғой. Сол мобильді қосымшаға жаңағы жүктеп алады да кітапты. Ашқан кезде ол кітап тірілетін сияқты кітаптың бетіне шығады. Бір анимациялар анимацияланады. Өздері айтады сол тақырып бойынша. Тамаша. Енді қазір жалпы өздеріңізде енді кітапханашысыздар ғой, отбасыларыңызда кітап оқу мәдениетін қалай қалыптастырасыздар? Кітап оқу мәдениеті ол міндетті түрде кітап оқылады. Біріншіден кітапханашы болғаннан кейін де шығар деп ойлаймын да. Бірақ әр азамат үйінде балаларына кітап оқып беруі керек. Ол ең кішкентайынан басталады. Баланы алдымен суретті кітаптармен қызықтырамыз, мысалы ең кіші кезінен бастап суретті кітаптарды апарып, балалар сонымен қызығады. Одан кейін барып, буындап оқитын кітаптар бар бізде, буындап оқуға, одан кейін өзіміз ертегі оқып береміз балаларға мысалы. Күніге жатар алдында міндетті түрде кішкентай балаларға ертегі оқып жатамыз. Сонда ол балаларға міндеттеліп қалады, осыны оқу керек екен деген сияқты ше. Кейін бала өзі кітап оқуға қызығушылық артады, кітап оқып тұрамыз міндетті түрде. Кітап оқу марафондарына қатысады үлкен балаларымыз мысалы. Мәнерлеп оқу деген сияқты көптеген жарыстарға қатысып жатыр қазіргі таңда. Тамаша. Енді қазіргі таңда мыңдаған кітап сөрелерде шаң басып құр тозып тұр ма, әлде кітап қазіргі таңда оқылады ма? Жалпы қазіргі халықтың кітап оқуға деген талпынысы қалай деп ойлайсыздар? Қазіргі таңда кітап ол енді қате түсінік. Қазіргі таңда жастар мобильді телефонмен көп қолданғанымен де кітапханада қазір көптеген мотивациялық кітаптар бар, психологиялық жанрдағы кітаптар бар. Жастарды кітап оқуға жаңағыдай жобаларымыз арқылы, іс-шараларымыз арқылы көп тартамыз кітапханаға. Және жастар келмейді деген түсінік қалыптасып кеткен ғой, жоқ. Жастар қазір көп келеді, және де қазір мына университеттерде болсын, мектептерде болсын, интернеттен алған ақпараттарды қабылдамайды. Сондықтан да біздің кітапханаларға көп ізденіп келіп жатыр, жастар оқып жатыр. Шүкір. Және де, толықтыра кетсем, қазір шаң басып тұратын кітап жоқ, шыны керек. Өйткені қазір жаңа кітаптардың бәрі, әр кітапты ашып қараған кезде өзіміз оқығымыз келіп тұрады ана кітаптарды. Қазіргі уақытта балаларды мектепте мысалы жазғы уақытта балаларды кітапханаға жібереді тізіммен. Көп мектептер тізіммен жібереді жазғы каникул уақытында, демалыс уақытында. Сол кезде тіптен кітапты біз жеткізе алмай қаламыз балаларға. Тізіммен келген кезде балалар бірін алып кеп тастап жатады кітаптарды. Сол кезде ата-аналармен келген кезде біз тіптен жеткізе алмай қаламыз сол кітаптарды. Ертегі кітаптар, көптеген романдар, қазіргі балалар өте жақсы қызығып жатқан кітаптар, көбінесе сол мотивациялық кітаптар болып тұр. Олар тіптен қолда тұрмайды ол кітаптар. Біз жан жақта 8 кітапхана болған соң, әр қайсының адресімен жібере береміз мекен-жайымен басқа кітапханаларға да жоқ уақытта. Жалпы өздеріңіздің осы соңғы оқыған кітаптарыңыз қандай болды? Менің осы соңғы оқыған кітабым Бауыржан Момышұлының көз алдында бәрімсің деген кітабы. Ол өте ешкім әлі оқымаған. Осы 2023 жылы шыққан кітап. Өте қызықты кітап. Онда Бауыржан Момышұлының өзінің күнделігін жазған. Сол кітап өте жақсы кітап. Оны мен көбінде ұл балаларға насихаттар едім, оқысын деп. Тамаша. Ал өзіңізде? Мен енді көбінесе қазір мазмұндама қоғамдық қоры
деген баспа бар. Ол көбінесе шетел әдебиеттерін қазақ тіліне бестселлерлерді аударып жатыр. Сол салада көбірек оқимын. Аудармаларды және психологиялық бағыттағы кітаптарды көбірек оқимын өзім. Сіздерге бүгін келіп, осылай біздің студиямызға келіп өздеріңіздің пікірлеріңізбен, жалпы кітапхананың барысымен бөліскендеріңізге көптен көп алғыс айтамыз. Осылай енді оқитын кітаптарыңыз көбейе берсін дегім келеді. Құрметті көрермен, даналық атты патшалықты пір тұтқан халықпыз. Жалпы гауһар сөзді, жауһар дүниелерді жинап келген құндылықтардың барлығы осы уақытқа дейін адам бойындағы бір керемет көкжиектерді жүзеге асыратын кітаптың қолында деп айтқым келеді. Жалпы енді құрметті көрермен, бүгінгі біздің жариялаған сайысымызда тек бір ғана көрермен өзінің осындай керемет пікірмен бөлісті. Ол бізге Мадина ханым болатын. Мадина ханым, егер бізді көріп отырсаңыз, осы алдымда тұрған 3 бірдей кітап, ол сіздің осы бүгінгі біздің эфирден жеңіп алған сыйлығыңыз. Біздің арнаға келіп, осы кітаптарды алсаңыз болады. Бұл біздің сізге деген осы керемет пікіріңіз үшін арналған сыйлығымыз болып табылады. Олай болса, құрметті көрермен, бүгінгі біздің тақырыпқа байланысты айтқан пікірлеріңізге жалпы көптен көп алғыс айтамыз. Бүгінгі біздің эфирімізде көптеген кітапханашылар, кітап оқитын редакторларда, кітап оқитын жастарда келіп өз пікірлерімен, сауалдарымен, өзінің кітап оқуға керек ойлармен бөлісті деп айта аламыз. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі шығарылымызда өз мәресіне жетіп қалды. Сіздерге көптен көп рахмет. Алдағы демалыс уақыттарыңызда сіздерге сәттілік тілейміз. Олай болса, қош аман сау болыңыздар.